Мен шығыс қазақстан облысы Тарбағатай ауданы Байтоғас ауылы Ғабит Мүсірепов атындағы орта мектебінің 6 сынып оқушысы Шакирова Айсұлу Бақытжанқызы. Жобаның тақырыбы отбасы ұлт құндылығы. Жобаның мақсаты баланың тұлға ретінде қалыптасуына отбасы рөлінің маңыздылығын көрсету, отбасы тәрбиесі мәселелерінің өзектілігі, оқушылардың отбасында алатын білімін ауқымдату. Жобаның өзектілігі қазіргі таңда балалардың бойына біліммен қатар отбасылық ұлттық құндылықтарды дарыту, оларға тәрбиелі білім беру қаншалықты маңызды екені баршамызға белгілі. Ұлттық құндылықтардың бастауы отбасы. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілгерсін. Балапан қыран болу үшін оның самғатып жүретін ата немесе әкеде қыран болу керек. Бала әкеден ақыл, анадан мейірім алады. Менің отбасым. Менің әжем мен атам. Отбасындағы құндылық дегеніміз не? Отбасылық құндылық бір-бірін сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе жатқан салт-дәстүрі. Әрбір отбасының өз құндылықтары болады. Ол құндылықтар ежелден бері келе жатқан немесе жаңадан шығарылған құндылықтар болуы мүмкін. Отбасылық құндылықтар отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сүйіспеншілігі, мейірімділігі, туысқандық, барлық ағайын-туысты жақындастырады, ұрпақ пен ұрпақты жалғастырушы. Құндылықтардың ең үлкені тәрбиелі білім деп білемін. Әлемге әйгілі шығыс ғұламасы Әл-Фараби адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі деген. Сол себепті баланың бойына біліммен бірге тәрбие беру, ұлттық отбасылық құндылықтарды бойына сіңіру басым міндеттердің бірі. Менің отбасылық дәстүрлерім. Осы ретте отбасылық құндылықтарға әрбір отбасыда қолданылатын отбасылық дәстүрлерді жатқызғым келеді. Менің отбасым. Менің атам балықшы болып істеген. Менің атамның жолын қазір әкем жалғастырып келеді. Ал менің әжем мұғалім болып жұмыс істеген. Менің әжемнің жолын анашым жалғастырып келеді. Отбасылық құндылықтарды барлық отбасы сақтайды ма? Отбасылық құндылықтар сақталмайды. Егер кейбір отбасылар бала тәрбиесіндегі басты назарды баланың біліміне ғана беріп, балам жақсы білім алсын, жақсы маман иесі атанып, қомақты табыс әкелетін қызметтерді атқарса екен деген оймен жүрсе, мұндай ата-аналар баланың рухани тәрбиесі мен отбасылық құндылықтарды екінші орынға ысырып қояды. Отбасылық құндылықтар сақталған отбасыда біліммен бірге рухани тәрбие беріліп, ұлттық құндылықтарды жастайынан баланың бойына сіңіріп өсіреді. Біліммен бірге адам бойында болу керек адамгершілік, сыйластық, үлкенге құрмет, кішіге ізет секілді қасиеттерді бойына сіңіріп өскен бала өмірдегі өз жолын тез тауып мақсатына тез жетеді. Осы тақырыпта мен сауалнама жүргізген болатынмын. Сауалнамаға 45 оқушы қатысты. Оның ішінде 40% отбасылық дәстүрлерді бұрыннан бері қолданылып келсе, 5% отбасылық дәстүрлерді енді қолданылып келеді екен. Жобаның қорытындысы. Ұлы Абай атамыз былай деген екен: балаға көбіне 3 алуан түрлі мінез шығады. Біріншісі ата-анадан, екіншісі ұстаздан, үшіншісі құрбысынан. Сондықтан қаншалықты шашып шалдығып жүрсе де ата-ана бала тәрбиесіне мән берулері тиіс. Отбасылық құндылықтар тек осылайша жалғасын таппақ. Қай қоғамда өмір сүрмейік, ұрпақ ол біздің болашағымыз, жарқын күндеріміз. Сондықтан болашағымызды қазіргі сәттен жақсы тәрбиелесек, отбасылық құндылықтарды бойына сіңіре білсек, ертеңгі күнімізге сеніммен